Бәлкім сен мұны оқымай-ақ жыртып тастарсың. Онда әрине өкінішті. Қаншама сезімім мен сезім арқалаған сөздерім зая кетіп, ажалын сенен табады. Білсең, ол да жендеттіктің бір түрі. Алайда ондай жендеттікті жұрт намыс, ар-ұятты сақтау немесе кішіреймеу, өзіңді сыйлау деп аялап, сан алуан ақтау атта тауып қойған. Сен менен 15 жас кішісің, сондықтан өмірді менен 15 жыл кем білесің. Бәлкім сезіміңде 15 жас менен кем шығар, кім біледі. Алғаш 6 қабат үйдің баспалдағында танысқанымызда сен 40-та, мен 55-те болатынмын. Қарттықты мойындауға іштей дайындықта жүргем. Өйткені ғазиз ақын жас асып 54-тен кеткеннен соң болмайды жігіттіктің серуені деген ғой. Кенет сен бірақ бәрін быт-шыт қылдың. Үстіңде көгілдір көйлек, кеудеңде қып-қызыл костюм бар еді. Әлде көйлегің қызыл меді? Әйтеуір бір қызылға қызығып қарағам. Сірә жымиып қарағанда жер әлем бар дүние маған қып-қызыл болып көрінеді мекен. Әйтеуір бірден байқап, бірден көңіл аудардым. Сымбатты сұңғақ бойлы, түзу тұлғалы әйел екенсің. Мойныңның ұзындығынан жарты тамағың жарқырап, өңіңе киіміңе өңің жарасып тұрды. Сенің күйеуің бар екенін білетінмін. Менің әйелім бар екенін сен де білетінсің. Бірақ сонда да екеуміз оңай сырласып кеттік. Әзіліме әзіл қайтарғаныңды, жылы жауып, жылы сөйлескеніңді, мен өзімше кетәрі еместігіңді ұқтым. Әдебиетке аса құмар екенсің. Сөз арасында бұрын әңгіме жазғаныңды да айтып қалдың. Әдебиет пен өнерге қатысты сен ананы сұрап, мен мынаны сұрап, мен ананы айтып, мынаны айтып, ол айтқандарым сенің ойыңнан шығып, ойда жоқта бір-бірімізге шырмалдық та қалдық. Сөйтіп жүргенде еркек екенім есіме түсіп, әрі әдебиет жайында сөйлестік деудің реті келіп, мен сені оңаша әңгімелесуге шақырдым. Оның астарында әрине не барын сен түсіндің. Сондықтан толқыдың ба, әлде тәуекелің жетпеді ме? Уәде беріп тұрып, 2 рет келмей қойдың. Мен әлі ғашық емес едім. Сірә сенде. Енді шақырғаныма келмесе, әуре болмай-ақ қояйын деп ойлағам. Ешкімге жалтақтамай, жалпақтамай, еркін сөйлеп, ашық пікір айта алатының маған сөз жоқ, жақсы әсер етті. Бойыңды күткеніңді, әдемі киінгеніңді алғаш көргенде-ақ байқадым. Сендей сөзі сылқым, өзі сұлу және өзінің сондай екенін біліп, менен жүретін әйелмен кімнің сырласқысы келмесін. Мен де соның бір едім. Ақырында 3-ші рет шақырғанымда сен уәдеңде тұрып, екеуміз шағындау кафеде кездестік. Бізден басқаның бәрі өрімдей жастар екен. Сол әсер етті ме, әлде Құдай тілімді байлады ма? Мен әйтеуір көсіліп кете алмадым. Сен де көзіңнің астымен айналаңа қарап, әлденеден қорқып отырғандай күйде болдың. Көпке дейін әңгімеміз үйлесе қоймады. Не айтып, не қойғанымыз қазір есімде жоқ. Соған қарағанда сенімен кездескеніме қуанғаннан есім шығып кеткен болуы керек. Қызыл шарап ішкеніміз, келе-келе шүйіркелесіп кетуімізге соның да септігі тиді мекен. Біраздан соң мен әйтеуір бойымды билеп, өзім келіп алдым. Жаңа жылға 2 күн қалған. Соны сылтауратып, жаңа жылға бір жерге барып, бірге болайық дедім. Жоқ, үйден шыға алмаймын, дедің ойланбастан. Күйеуің бала шағаң бар екені тап сол сәт тағы есіме түсті. Бірақ қараңғы түскелі талай уақыт өтсе де, сен үйге асықпадың. Мен асықтырмадым. Қимай отырау деп іштей қуаныштымын. Енді қашан жолығамыз деп қыңқылдай бастадым. Ендігіміз бұл жолғыдай бейбіт болмасын сезіп те, содан сезіктеніп те отырған болуың керек. Уақытым жоқ деп илікпедің. Мен де қол қалауымды қоймадым. Ақырында біраз ойланып отырып, қаңтардың 4-і болмаса деп қалдың. Сол сөзіңе сүлікше жабысып кеттім. Сөйтейік, 4-і күні жаңа жылды өзіміз оңаша қарсалайық, келістік деп қолыңды алдым да, сол күйі желіккен жастарға қосылып, екеуміз билей жөнелдік. Бидің еркіне бағынысып, біресе қолыңнан, біресе беліңнен ұстап, өзіме тартып көріп едім.
сен де биге бағынғандай қылық танытып икеміме көне бердің. Би біткен кезде үстелге жетектеп әкелдім де саусағыңның ұшынан ғана сүйдім. Жымиып жылы жанарыңмен мен жаққа бір жалт еттің. Жастар қарап отыр дедің тек күліп. Мына екеуінен не жоқ дейтін шығар. Үніңнен айыптау мен ұялудан гөрі ризашылық басым естілді. Соны арқаланып, солардан ұялғанымнан қолыңнан ғана сүйдім. Әйтпесе дедім көзіңді көзіммен аймалап. Ол сөзіме сен де рең сүйсінгенін сездірді. Күткенім де сондай жауап еді. Екеумізді түсіністірген бүгінгі күн үшін дедім, бокалымды биігірек, қуанышымды елестеткендей дәрежеге көтеріп. Түсінсе қойғанымыз шамалы болса да, солай болса екен дегенді меңзеп әдейі сөйттім. Сен де бокалыңды сол дәрежеге дейін көтердің. Әйткенмен қасыңды керіп, әлгі сөзімнің астарын аңғармаған адамша аңқаусып, бетіме де қарамай, жастар жаққа бұрыла беріп, шараптан бір ұрттадың. Мен сенің бар қимылыңды көз қиығыммен бағып отырдым. Сенің де маған, менің де саған өте жақсы адам болып көрінгіміз келіп отырғаны белгіледі. Әсіресе сен, өйткені мен өзімді еркінде ұстадым да, сен мінезіңді бүркемелеп, бәрін ашық айта беретін, бәрін түсіне беретін әйел болып көрінуге тырыстың. Маған да керегі сол болатын. Аузымды бақпай, дерімді деп қалуым үшін сенің сөйткенің керекті. Әрине, айтып, алдарқатып отырдым да, бір кезде тіке шабуылға шықтым. Күйеуіңнің көзіне шөп салып көрдің бе? Дедім қалжыңға сүйеп. Бетіме бажырая бір қарадың. Оныма сөзім жоқ, есіңіз дұрыс пе еді дегеніңді аңғартқаның. Мен де есімнің дұрыстығын аңғартып, бетіңе қадала қараған қалпым жауап күтіп отырдым. Әр сөзіңді күтіп, аңдып отырған көзімді, аузымды, бүкіл бет бейнемді көріп, өзің сасып қалдың ау деймін. Жоға, дедің, өз жауабыңнан өзің күдіктенгендей сенімсіздеуінмен. Артынша, немене, сондай әйел деп естіп едіңіз, дедің шамдан қарап. Ал мен ол қылығыңнан жоға емесін сезгендей болдым. Бірақ онша мән бере қоймаған кісіше басқа сұрақты боратып жаттым. Сен де оларға кідірмей, әлгіндей тіке сұрақтан құтылғаныңа қуанғандай тез-тез жауап беріп жатсың. Мектеп қабырғасында жүріп-ақ өлең жаза бастапсың. 10-шыны бітірген соң Алматыға келіп, күндізгіге балың жетпей, сырттай оқуға түсіпсің. Ауылыңа барған соң аудандық газетке орналасыпсың. Орталыққа мотоциклге мініп баратынмын дегеніңді естігенде, онда бір дөрекілігің бар шығар деп жорамалдап отырдым. Соның бәрін тыңдап болған соң, мені жақсы көріп қалуың мүмкін бе? Дедім төте шабуылымды ары үдетіп. Бұл жолы бетіме де қараған жоқсың, үндемедің. Иығыңды қиқаң еткіздің де қойдың. Мен ондай жауапқа қанағаттанбай, мүмкін бе? Дедім қайталап. Оны уақыт көрсетеді, дедің тура жауаптан жалтарып. Сен сірә бұлтардым деп ойлаған шығарсың. Ал мен мүмкін екенін тек оған біраз уақыт керегін абанық ұқтым. Сондықтан әлде болса осал жеріңді табуға тырысып, адам бірін-бірі түсініп, бірін-бірі сыйлай отырып сөйлессе, соның өзінде де сергіп, талай нәрсені көріп, талай жерді аралап қайтқандай болады екен. Дедім де, саған сыр тарта, сырыңды іздей бастадым. Шынында да сергіп қалдым дедің. Бұл жолы ашыла сөйлеп, жұмыс деп жүріп, адам өзі де жұмыс атқаратын мәшинеге ұқсап кетеді екен ғой. Әй, осы сөзді тауып айттың ау, деп қошемет көрсетіп едім, онымды хош көріп, әдемі жымидың. Әй, осы бұдан былай мақтаныңқырап сөйлейінші дегенді ішіме бір бүгіп қойдым. Күйеуі сірә сырласып, ақылдасып, шүйіркелесіп отырмайтын қу болдау, деп болжағанымда. Сенің ептеп жазатыныңды күйеуің біле ме? Деп едім, жанды жеріңе тиіп кеткен екем, дереу қабағыңды шыта қойдың. Бірдеме жазып отырғанымды көрсе, үйге жылан кіріп кеткендей аласұрып, қолымнан жұлып алады да жыртып тастайды. Ол жақта бұрын ұрланып бірдемелер жазған болушы едім. Қазір оны да қойдым. Өйткені тақылдап жүріп, кейін өзім қайда тыққанымды таппай қалатын болдым. Маған оқытшы. Мен жыртып тастамаймын.
дедім әзілгенсіп. Тапсам, дедің. Тапшы, дедім өтініп. Табатыныңа сенемін. Қызық екен, дедім басымды шайқап. Қайта қуанбай ма? Менің қатыным жазушы деп мақтанбай ма? Қызғанады. Сен жазушы болсаң, маған қарамай кетесің дейді. Әдемі ме өзі? Сол әдемілік-ау деймін, мені алып соққан. Жап-жақсақ жігіт сияқты еді. Арақ құрғыр, құртты ғой талай еркекті. Еркек қылмай. Неге еркек қылмай? Мұны ашып сұрауға батылым бармады. Алайда онсыз да түсінікті еді. Ішкен еркек үйдің берекесін алады, төсектің де берекесін шығарады. Біз кафеден шыққанда түн салқын тартып, көшеде жүргінші азайған шақ еді. Қолтығыңнан ұстамақ болып едім, одан гөрі осы ыңғайлы дегендей мені өзің қолтықтап алдың да. Біреуге сенім жоқ, өзім ұстап жүрмесем жығылып қаламын, дедің әр әзілдеп, әр ақталған адамша. Ал мен ол қылығыңды жақсырымға жорып қуанып қалдым. Көшенің жарығы бетімізге түскен сайын мен саған жаутаңдап қарай бердім. Ақсұр жүзің әдемі нұрланып, бет ұшында құбылған сәуле сүйкімді еркелеп келе жатты. Құшақтай алып, сүйіп алғым келді. Қолтықтап келе жатқан қолыңды білегіммен қысып қойдым. Сен содан соң одан бетер нұрланып кеткендей көрдің. Үйіңе дейін жаяу бардық. Бір оралым жетпей тоқтадың да. Сыйлығыңызға рахмет, әңгімеңізге рахмет, дедің. Одан әрі бірге барудың қажеті жоғын аңғартып. Саған да рахмет, жаңа жылды жақсы қарсы ал. Келесі жылдың 4-іне дейін сағынып қалам ғой, келші, деді еңкейіп. Сен де еңкейдің бе, жоқ па, білмеймін. Әйтеуір ерінің барып ерніңе енді тие бергенде басыңды тәртіп әкеттің. Татып үлгермеген тәттілік тамырымды қуалап барып таңырқап қалды. Дәл жаңа жылдың алдында хабарласам, дедім бұрылып бара жатқаныңда. Артыңнан тіп-тік бойыңа, дене сымбатыңа сүйсіне қарап біраз тұрдым. Аппақ қардың жол түскен қара жолағын басып алыстай бердің. Қолыма Құдай сені түсірейін деп тұрау, дедім дәмелі қуанышпен. 4-ші қаңтар күні алдын ала келісіп қойған қонақ үйіме алып бардым. Таныс біреулер көрсе ұят болады, кірмейім деп қиғылық салдың. Әрине, көрсе ұят болады, сондықтан көрсетпеймін деп әзілдедім. Сізге бәрі күлкі, дедің кейіп. Бірақ сол кейген бойыңда есіктен кірдің де кеттің. Өткен жолы қызыл шарап онша қыздыра алмады ма деп, бұл жолы әлгі әрмиян коньягын алып үстелдің үстіне тәтті мен тағамға толтырып жайнатып қойдым. Сырт киіміңді шешіндіріп жатып, бойыңды үйрете берейін деген оймен бетімді шашыңа сүйкей тақап, самайыңнан бір иіскедім. Үстелге жақындағаныңда орындығыңды ыңғайлап берген болып сүйкеніп, тамағыңды ернеме тағы да бір тигізіп алдым. Соның бәрі саған ұнағанын, жанарыңның жалт-жұлт қуанғанын аңғардым. Қолымды қақпадың, қабағыңды шытпадың. Сен қонақ, мен күтуші болып, өз қызметіме кірістім де кеттім. Бокалға су, рөмкеге коньяк құйдым. Жаңа жылда сөкен сайын мені есіңе ала жүр, әрі бүгінгі күніміздің белгісі болсын деген сылтаумен қолыңа әдемі сағат тақтым. Рахмет, дедің жымиып. Ризашылығыңды сездірген сол жымиыс мені қанағаттандырып жіберді. Әуелгі енді басталған жаңа жыл үшін, содан соң ол әкелетін жақсылықтар үшін үсті-үстін жеделдете алып тастадық. Енді ішкізбеймін дедім. Алайда рөмкелерге 3-ші рет құйып жатып, сен маған мас болып қалды ма дегендей күдіктене бір қарадың да, ондайым байқалмады білем, асықпай, суырттай бастадың. Өзің де сезіп отырған боларсың, екеумізде бір үнсіз түсіністік бар. Орнымнан тұрдым да, үстелді жағалай жаныңа келіп тұрдым. Ал адам мен адамға түсіністіктен басқаның түкке де керегі жоқ. Сен әбден масайып барып, ойымды білдірсем, өзім масайып барып, қойныңа кірсем, ол екеуміз үшін де нағыз есте қалатын күнге жатпайды. Сен мастықпен алданып қалғандай әсерде боласың, мен мас қылып алдап соққандай болам. Ал менің шын жақсы көргендіктен қасыңа жатқым келеді. Жүрші,
деп салулы төсекке қарай жетеледім. Орныңнан қарсылық көрсетпей тұрдың да бөгеліңкіреп үстелге бұрылдың. Мына құйылғанды алып қояйықшы дедің, өтініп. Мен де оған қарсы болмадым. Бөтен еркекпен төсекке жатуға тәуекелі жетпей тұрау деп түсіндім. Үн-түнсіз алып қойдық. Сен аузыңды алақаныңмен сүртпек болдың. Жоқ деп алақаныңды алақаныммен ысырып, аузыңа аузымды тақадым. Оң білегім мойныңа оралып, сол қолым кеудеңді ашып, көйлегіңнің ішін іздеп кетті. Құшақтаған қалпымда ентелей бердім, сен шегіншектей бердің. Төсекке тіреліп, сен жығылған болдың, мен жыққан болдым. Сен мұның ізіне демедің, мұның не екенін мен айтпадым. Екеуміз үнсіз сөйлесіп кеттік. Ерінім бет аузыңды аймалап, қолым бір киіміңнен кейін бір киіміңді сыпырып жатты. Бір кезде лып беріп, көрпенің ішіне кіріп кеттің. Мен енді өртеніп бара жатқан денеммен өз киімдерімді апыл-ғұпыл жұлқылап жаттым. Одан кейін мені сен өртедің бе, сені мен өртедім бе, білмеймін. Оттенеңе оттенем тап бергенде, лап етіп тұла бойымды шарппаған тәттілік лақ етіп, ақталыңқырап, арна таппай, кеудеме кептеліп келіп, аузымнан атылып шықты. Жаным дедім, өз жалыныма өзім жанып кете жаздап. Көзіңнен, қасыңнан, мұрныңнан, самай шашыңнан жағалата шөлп-шөлп сүйіп келдім. Ерінімді қадала ұзақ сордың. Өзің тостың ба, әлде еркіңнен тыс солай болды ма? Бір кезде тіліңнің ұшы тілімді тапты. Солақ екен, бүкіл тұла бойым сені шаншып, ішіңе жарып кірерде ентеледі. Әлемдегі ең тәтті сезімдер сол сәт екеуміздің бауырымызда бұлқынып жатты. Сүйсінгенің бе, әлде сыр білдірмегенің бе, көзіңді тарс жұмып алыпсың. Мен кеудемді көтеріп, демеге демалған омырауыңа ауа жетпей жатқандай, жиі тұныққан тамағыңа тамаурап, тершіген дымқыл денеңе сүйсіне табындым. Тап мұндай ғажап шақты, басымнан кешпегендей кайып күйге түстім. Төсіңді құлай құшақтап, аузыма анарыңның ұшы іліккенде, сен аңырсып барып, селк етіп тоқтадың. Одан әріге ұятың жібермей қойғанын көңіліңмен ұқтым. Денең бір жиырылып, бір жазылып, жан тапсырар алдындағы қиналысты елестетті. Сол сәттегі дене сұлулығыңа тағы да көз салғым келеді. Еңсемді көтере беріп едім. Қарамаңызшы, дедің ышқына жалынып. Қаратпай кеудеңе қыса қойдың. Сол қылығың сөніп бара жатқан отқа сіріңке тастап жібергендей болды. Алақаным, аяғым, ернім, кеудем бәр саған қарай лап қойды. Жұмақтың есігінен аттап, төріне қарай талықсып ұмтылдым. Жұмаққа жеттім, мен сол сәт. Бірақ ол кездің керемет құдіретін тәлпіштеп түсіндіре алмаймын. Әйтеуір бір білетінім, жаным кірді ме, жаным шықты ма, сондай. Кеудеңе кеудем үйкеленгенде, омырауыңнан қуырған бидайдың ғажап күйі шықты. Шып-шып шыққан мөлдір тамшылар шүлпілдеп төсіңнің үстінде шайқалды. Көзім қарауытып, басым айналғандай болды. Сабыр таба алмай арпалысып кеттім. Сүйші жаным, сүйші дедім, кеудеме қыса еңкейіп. Ұялыңқырап, ыңғайсызданып, ақырын ғана ернімді ерніңе тигіздің. Тағы жөндеп дедім, бүкіл төсекті шайқай үстіңе төніп. Сен тағы да сүйттім. Мен денеңді денеммен мұжып өмір сүргім келді. Ал мен өтіп бара жатқан жастығымды сәл де болса ұзарта түскім келді. Және шынын айтқанда сол мақсатымызға екеумізді жеттік. Сол үшін бізді айыптайтын адам әрине табылады. Бірақ ақтайтын адам да аз болмайды деп ойлаймын. Өйткені ойланбай, байыбына бармай айыптай салу оңай. Ал түсіну қиынның қиыны. Шындап келгенде біз басқаның өміріне билік жасамақ, өз қалауымызбен өміріміздің бір сәтін ғана өз ыңғайымызға, өз қалауымызға бұрдық. Ал өз өміріңе өзің иелік жасауға қақың болмаса, оның несі өмірің. Сөйтіп содан кейін екеуміз апта сайын жолығып тұрдық. Бірте-бірте бауыр басып, бұрын ұялатын жағдайдан ұялмайтындай, сұрай алатын нәрсені сұрай беретін дәрежеге жеттік.
Алайда сен әлі төсектен тоят табатын жағдайға жетпей жүрдің. Оны саған қалай аяқтарымды, қалай түсіндірерімді білмедім. Бір күні ақыры белімді будым да, құшағымнан сені шығармай жатып, бойыңнан кетті ме жаным, дедім еркелете аймалап. Болдым, дедің, сен тура жауаптан бұлтарып. Жоқ, бойыңнан кетті ме, дедім, жалпылама жауабыңа қанағаттанбай. Не кетеді, дедің түсінбей. Сенің әлі төсек ләззатын толық түсіне алмайтыныңды, білмейтініңді сонда ғана түсіндім де, әйел де еркек тәрізді төсек жақындығынан тоят алатынын, сүйіспендіктің түп қазығы сол саналатынын түсіндіре бастап едім. Сонда немене, мен әлі әйел емеспін бе, дедің ашуланып. Жоқ, әйелсің ғой, бірақ әлі әйел екеніңді деніңмен сезінбейсің, деппін ғой сасқанымнан. Сіз не, мені мазақ қылып тұрсыз ба, дедің бетіме шытынай қарап. Өйтіп бір жатып кете беретін көп әйеліңіздің бірі санайтыныңызды білгенде сізге жоламас едім. Мен жайында көп өсек естіп, алғаныңды алғаш сонда аңғардым. Абайсызда аузыңнан ағытылып кеткен сөз соны айғақтады. Не дерімді білмей біраз тосып қалдым. Әйткенмен айтуға тиісті нәрсемді айтуым керек деп ойладым да, сені әлі тоят алуды денеңмен түсінбегеніңді айта бастап едім. Сіз мені өйтіп мазақ қылмаңыз. Одан да бұл тартпай маған ұнамайсың деп неге бірден ашып айтпайсыз, дедің долданып. Қайдан жолықтым, неге көндім, бүйтіп кереке болғанымша алқаштың қатыны болып жүре бергенім жақсы еді ғой деп үстелге жақындап келдің де, мен жетіп үлгергенше коньяктан өзің құйып алдың да сіміре салдың. Мен де үнсіз, сен де үнсіз, содан кейін сәл отырып қалдық. Бірдеме дейін десем, тағы да жақпайтын, әлденені қозғап қалам ба деп сескендім. Ақырында осы үнсіздіктің маған пайдалы екен ептеп сезе бастағандай болдым. Өйткені сен қозғалақтап, әлгі қылығыңнан ыңғайсызданғандай рай таныттың. Оның үстіне ойлап қарасам, киінбей, осы күйіңде есіктен шыға қашуың мүмкін емес қой. Сондықтан не де болса, ендігі сөзді сенен күтуге бекіндім. Сен үнсіз ар отырдың, бер отырдың. Содан соң бір кезде мен жаққа көз қиығыңды ғана тастадың да тағы отырдың. Мен тырп етпедім. Сенің қасымда отырғаның тарс есімнен шығып кеткен адамша үстелдің үстіне үңіле қараған күйімде қозғалмадым. Шамалы уақыттан соң мен жаққа бұрылып алая қарадың да, өстіп үндінсіз отыра береміз бе, дедің ақыры шыдамай. Ендігі айтеміз, дедім мүләйімсіп. Бірдеме айтсам мазақ қылдың деп, өзің ғой аузымды ашқызбай қойған. Әйел емессің дегеннен артық қандай мазақ керек енді сізге, дедің қолыма қол қайта ашуланып. Не дерімді, не істерімді білмей дағдырып отырғанымды аңғарғым келіп, күрсіне орнымнан тұрдым да коньякке қолымды создым. Маған да құйыңыз, дедің ашулы бұйырып. Бұйрығыңды бұлжытпай орындағаным да қолыңа рөмкені ұстатып жатып, бетіңе мұның не деген кескінмен жымия қарадым. Күлмеңіз, дедің. Қолымнан рөмкені жұлып алып, келеке қылып отырсыз ғой мені. Неге әйел емес екенімді естімей, бүгін енді бұл үйден мені шыға алады екен деп ойламаңыз. Одан да бар шындығыңызды айтып, неге мені мазақ қылғаныңызды түсіндіріңіз. Айтыңызшы, сізді жақсы көріп қалғаннан басқа менің не жазығым бар? Неге мені осынша қорлайсыз? Сенің шын жәбірленгеніңді сезіп, енді мен қысыла бастадым. Қолыңнан ұстамақ болып едім, ұстатпай қағып тастадың. Жаңа ғана жан алып, жан беріп аймаласқанымызға басқа тұрмақ өзіміз сенбестей халдеміз. Соған басымды шайқап, түрегеп кеп арқаңнан құшақтап ем, сен орныңнан жылқына түрегелдің. Қақпайлап, құшағымнан босатпаған қалпымба зорға дегенде ашылып, шашылып жатқан көрпе жастықтың қасына келіп отырғыздым. Қолыңнан сипап, арқаңнан құшақтап, жалынып жалпайып жатып, әрең дегенде ашуыңды басып, әңгімемді бастадым. Әуелгіде мен сені алдап отырғандай секемдене тыңдадың. Келе-келе ғана айтып отырғаныңның жаны бар деген сөз екен-ау дегендей жібіңкіреп құлақ салдың. Мен саған әншейінде ел ішінде ұяттау естілетін сөздерді де араластыра отырып, әйел ләззаты дегеннің не екенін бар білгенімше түсіндіріп бақтым.
Сен бар зейініңмен тыңдадың, алайда артынан түсініңкіремей ыңғай таныттың. Тұла бойыңнан әйел ләззаты ағытылып келе жатқанда басқа дүниенің бағасы 5 тиын болып қалатынын әйтеуір ұқтыруға тырыстым. Бәсе дедің бір кезде өзіңмен өзің сөйлесіп отырған адамша тамсанып. Бақайма дейін балқыдым, ауа жетпей бара жатқандай өліп кете жаздадым деп отыратын әйелдердің сөзін түсінбейтінім содан екен ғой. Өтірік мақтанатын шығар, шын болса, мен неге сөйтпеймін деп жүрсем, оның мәні осылай деңіз. Жарайды, талай тастап кеткен әйелдеріңіздің бірі болармын, қанағат ләззатын бере алатын басқа елге бара беріңіз. Қабағыңды шытып, кетуге ыңғайланған қылық таныттың. Қолтығыңнан алып, қайта отырғызбақ болып едім, көнбей, қолымды ашулана қағып жібердің. Ішейікші, дедің, үстелге қарай ұмтылып. Оныңа қарсы болмадым. Мен күтпестен, соғыстырмастан ішіп тастадың да, тоқтамастан өзіңе тағы құйып алдың. Байқаймын, менен бұрын масая бастадың. Содан бір кезде киімшең барып төсекке жата кеттің. Жаныңа отырып, аяғыңды көрпенің шетімен жаптым. Бәрін біліп жатсаң да, сезбегенсіп қозғалмадың. Сәл демалғаныңның зияны болмас деген оймен қасыңнан ақырын тұрып кеттім. Сен дереу басыңды көтеріп алдың да, мен бүгін үйге бармаймын, дедің. Осында қалам. Содан соң теріс қарап, қайтадан жата кеттің. Сіз үйіңізге кете беріңіз. Күйеуіңіз дейді ғой, іздемейді. Бүгін ол түнімен істейді. Онда мен барып жейтін бірдемелер алып келейін, дедім, дереу түнеудің қамына кірісіп. Тағы да бір коньяк ала келуді ұмытпаңызшы, дедің, әлгіден гөрі жұмсақ дауыспен. Соны ішсем бәлкім әйел болып кетермін. Әкелмеймін, дедім мен ерексіп. Әйел болу үшін ең әуелі сап-сау сезім қажет. Сап-сау сезім жоқ, мен байғұсқа коньяк көмектеспесе, басқа не көмектеседі, дедің сен, мені кекетіп. Шешініп, төсекке адам құсап жат, дедім де шығып кеттім. Қайтып келгенімше, сен түрегеліп, төсек орынды жинап, ыдыс аяқты жуып қойыпсың. Не, қонбайтын болдың ба, деппін жан-жағыма таңдана қарап. Үйге қонбасам, қалай ақталам, әйеліме не деп айтам деп қорқып кеткеніңізді көрдім де сізді аяп кеттім, дедің, бетіме құлана қарап. Жоқ, ақыр үйде күйеуің жоқ екен, бүгін сені жібермеймін, дедім енді қырсығып. Бөлме біздікі, кетпейміз, таң атқанша өзімді ұйықтамаймын, сені де ұйықтатпаймын. Сол күні талай сырыңды айттың, бірде жылап, бірде күліп, біраз құпияң